Бәріне сәлем достар, сіздермен бірге Лопес. Мен дейтін достар, түнгі Free Fire'ға кірген тұғым. Сол кезде мен дейтін катка ойнадым. Сол каткада дейтін мен қорқынышты жағдайға тап болдым. Өз көзіме өзім сенбедім достар. Шынымен Free Fire'да дейтін кәдімгі мені лагать етіп, Free Fire'ым қуа бастады. Сол кадрларды мен әдейі видеоға түсіріп алған болатынмын. Қазір сол кадрларға мен аттанатын боламын. Мен негіз бұл жаққа лутать етуге келем деп достар, неқта елес қыз көрдім достар. Қорыққанымнан Free Fire'да өзіме түсінбей оған қарап тұрдым. Ол болса өзінің мүрдесін әрі-бері айналуды бастап кетті. Мен жүрегім жаман шошып, осының артында оны аңдып тұруды шештім. Бір кезде мен оны аңдуды шештім, себебі ол өзімен өзі біртүрлі қимылдар жасап, ары қарай жылжи бастады. Оның жүрісінің өзі маған қорқынышты болды, бірақ мен сонда да аңдып көрдім достар. Ол мен артына тығылып қалған кезде наның ішіне кіріп, өзінің ішінен бір бәле алып шықты. Сол сәтте ол мені көріп қойды. Мен қорыққаныма алларыма қарамай одан қаша бастадым. Зонада келген болатын. Ол зонаны бірден әкеп мен артынан аңдып қолай бастадым. Мен қорыққанымнан қоқтышып жібердім. Бір сәтте ол жоғалып кетті, оны таппай қалдым. Сөйтіп артыма қарап қалсам, ол менің артымда тұр екен. Бірден экраным қуып кетті. Мен жүрегім ұшып кетті. Ол менің лоббиме бірден пайда болды. Менің экранымды басқарусыз қалды достар. Ол менің экранымды басқара бастағанда сезілді. Және ол маған белгісіз түнгі Free Fire'ға бекер ойнадым деп жазып жүрді. Мен қорқып кеттім достар. Және ол достар өзімен өзі бірдеңелер жазды, мен оны дұрыс көре алмадым. Ол дейтін қорқынышты сандардың құпия сондары болу керек. Осы сәтте мен экраным қайта қуып кетті достар. Сол сәтте мені бір каткаға лақтырып жіберді. Мен осы сәтте Free Fire'дан шыққым келді, бірақ ол мені каткаға лақтырып ойыннан шығартпай қойды достар. Экраным қатып осындай жерге тап болдым. Ал мен қорыққанымнан оружияларды ала бастым. Мені қандай каткаға лақтырып жіберді деп өзім қарауға шешім қабылдадым. Ол тұяқты қыз екен. Ол елес қыз, бағанағы елес қыз мені осы каткаға қабылдаған. Мені қазір ол тіпті достар, мен дірілдеп даусым әрең шығып отты. Ол қыз қазір маған не істейтінін білмеймін. Елес қыз мені душе зорламақшы болды. Мен осылай тұра қалдым. Ол менің артынан осылай бірден өтіп тастады. Мен түсінбей қалдым. Ол скороспен келіп мені өте жылдамдықпен өлтіріп жатыр. Мен оны күтуді шештім. Ол жылдамдықпен қайттан мені өлтірмекші болатын ба деп қорықтым, бірақ ол қайттан мені өлтіріп тастады. Мен жүрегімде үрейлер пайда болды. Мен ойыннан шығып кеткім келді, бірақ басқарусыз қалдым. Ол менің белгісіз жерден шыға беріп, қайта телепорт жасап мені өлтіре берді. Ол мені тағы да белгісіз сәттен шығып өлтіріп үлгерді. Мен оны күтіп алам ба деп ойлағам, ол маған күліп өте қорқынышты эмоцияларын жасады. Менің экраным шайып, мені тренировкаға лақтырып жіберді. Мен қорқып кеттім. Ол маған дыбыстама қалдырды, енді түнгі Free Fire'ға кірме деді. Қысқасы мен түнгі Free Fire'ға енді кірмеймін деп шештім. Өйткені мен бұндай қорқынышты бірінші рет сезіп тұрмын. Енді мен түнгі Free Fire'ға мүлдем оралмайын достар. Түнгі Free Fire'ды ойнамай ұйықтаған дұрыс. Түсте ойнай берсеңіздер өте жақсы болатын еді достар. Шынымен үлкен қорқыныш пайда болады. Мен кеттім.